Алтында ма? Алтында да, евро, долларда да сондай болып қалды. Не үшін орындаламын жатыр евро доллар? Қараңыз. Мынау мысалы бүгінгі ашқан сделка бұл. Жоқ, тұра тұрыңыз. Сіз оны жауап бере саласыз ба? Сізге қиын емес ол. Мен ана үшінші сұрағымды айтайын деп едім. Содан кейін сіз ана жолы көрсеткенде мына криптовалюталарды көрсеткен жоқсыз ғой. Иә. Олардың уақыты тоқтамайды ғой, көрдіңіз бе? Евронікі мысалы 5-2 жұмыс істей береді. Алтындікі 23-1 болып 23-5. Иә, 23-5 болып істей береді. Ал ана жаңағы криптовалюталар, олар 24-7. тоқтамай істейді. Қалай қарастыру керек сонда? Криптовалюта оның еш қиындығы жоқ. Күндіктермен қарастырасыз, яғни 6 сағаттық кварталдармен, яғни әр күнді 4-ке бөлу арқылы. Алтын сияқты қарай беру керек, иә? Қысқартпай, оған емес, жоқтың. Содан кейін жаңағы қарап айтып берсеңіз, неге евро солай болып жатыр қазір бір түрлі. Қараңыз. Жалпы енді ол ютубтағы неде кварталда енді полный информация айтылмайды ғой бәрібір де. Енді қараңыз, былай көрсетейін сізге. Неге бұл еврода бұл күндері, яғни бүгін, ертең, кеше не үшін кварталдар жасамай жатыр дейсіз сұрағыңыз. Қараңыз. Неге жасамай жатыр? Міне, мынау кешегі күн мысалға. Кешегі күн 4-ке бөлін. Қандай формация бізде? XAMD ма? Иә. Аккумуляция, манипуляция тазартты, дистрибуция кетті. Лоун тазартты ма бізде? Лоун тазартты, иә. Одан кейін вторник күні тағы бөлем 4-ке. Енді не дейсіз? XAMD ма? Иә, XAMD. Аккумуляция, манипуляциялады оны. И дальше баға кетті. Маған почти күніге осы жерлерден маған келеді адамдар ше, осылай сделка кірген, мына жерден сделка кірген, осы манипуляция уақытында, осы тегін сабақта көріп, көп адам жасап жатыр негізі. Қараңыз, мынау XAMD болды уже, вторник күні. Жасады ма? Жасады. Бүгінгі күн XAMD жасады ма? Міне. Былай сызайын. 6 ме? 6 дейін. XAMD, аккумуляция, манипуляция кетті, тазартты. Жасады ма? Жасады. Одан алдың күнге де барайын, понедельник күні. индекс бұл жері. Қайын шешті, тазартты. Бұл апта полный жасап тұр, қай жерде жасамады, соны түсінбедім сізде. Алтында может айтып тұрған шығарсыз. Бұлай қазір негізі алтында дәл қазіргі уақытта лучше қарамаған дұрыс. Өзіңіз біліп жатсыз, қалай экономический жаңалықтардан қалай өзгерістер болып жатқан алтын бойынша, мұнай бойынша. Стабильный уақытқа барыңыз, бір 2 ай бұрынғы уақытқа артқа қайтып, алтында жасап көріңіз. Сол кезде может түсінесіз. Рахмет. Ал қазіргі ситуацияда алтынмен 90 минуттық және микро кварталдармен жұмыс жасаған дұрыс, ең дұрысы. Күндік, апталықтар, иә. Жалпы целым айтқанда алтында керек емес апталық, квартал, айлыққа қарағанда. Өздеріңіз білесіздер ғой енді алтын бізде қалай жүретінін. Только өседі ғой енді. Жалпы бір бағытта көп жүреді. Сол үшін ішкі кварталдармен жұмыс жасайды, ішкі ликвидностьтар тазартып, баға үлкен целдерге кете береді, қайларды жаңартып. Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға жауап беруімді ойлаймын. Басқа араларыңызда бар ма сұрақтары бар? Тағы бір сұрақ қоя салайын енді. Жаңағы AMDX, XAMD-де қай моменттерде шешім қабылдауға болады, және ана шекаралық свечаларды қалай қарау керек, қайсысына жатады деп. Q1-ге, мысалы Q2-нің ортасында тұрып қалса, қай жағына деп санау керек негізінде. Сіздің сұрағыңыз былай ғой, яғни қай кварталда сделкаға кіремін, иә? Солай ма? Жоқ, сделкаға кіру енді сіз түсіндірдіңіз ғой оны. Мысалы, Q1-де кірмеймін, Q2 егер яғни ликвидность тазарғаннан кейін. Иә, оның арасында кейде мысалы, кішкентай неде 90 минуттықты свечалар тура сол шекарада өзгеріс болады. Манипуляция бітеді, дистрибуция кезінде свеча жоғаратып кетеді. Манипуляцияға қарап. Иә. Соны қайсы жаққа ойластыру керек, жаңағы соңғы свеча. Жалпы былай ғой, бұл қалай жұмыс жасайды? Бізде мынандай, мысалға былай елестетіңіз. Бізде үлкен цель бар, яғни рынок барғысы келетін. Жалпы 2 үлкен цель бар бізде. Баға 4-ке бөлдік, и осының ішінен подтверждение іздейміз біз. Хайын алды, лоуына кетеді. Лоу кетсе, значит бізде мына ликвидностьті алады. Яғни оның ішінен тағы 4-ке бөлесіз, тағы ішінен подтверждение іздейсіз. Тағы 4-ке бөлесіз, тағы подтверждение іздейсіз. Яғни
сіздің бірінші үлкен целдеріңіз болу керек. Яғни ол бізде видео сабақта яғни айтылмаған, иә, үлкен целдер жоқ бізде. Біз яғни ішіне кіріп, былай мен квартал бойынша айлықтармен бірге алып келдім оны, қалай жүргенін. Мысалы дәл осы ситуацияны, яғни квартал мен жылдық кварталдарға өтіп, осы IP-ға шыққаннан бастап қарасаңыз, осы дәл IMX және XIMD формациясымен жүрген кварталдар. Вот соны қазір көрсете кетейін. Бірінші мен қазір бүгінгі сделкаға разбор жасап жіберейінші. Жалпы бүгінгі сделка осындай болды. 1-ге 16 RR. Қазір мен досын көрсетейін. Так. Так, қазір күтейік. Ассалаумағалейкум, мен бір сұрағым бар. Төртке бөлетін нені қай жақтан алу, нелердің ішінде бар ма, инструменттердің? Иә, мынау үшінші қатарда тұрған, ішіндегі ган деген жерде коробка ганна, инструмент коробка ганна. Коробка ганна, рахмет. Так, что-то ашпай тұр. Осы сделканы жалпы осы жерде жүрген кездегі, яғни сделка кіріп жатқан кездегі досын скрин бар еді, ашпай жатыр. Жарайды, маңызды емес. Жалпы бүгінгі күн XIMD болды. Q1 лоуын тазартып, бізде осы жерден подтверждение беріп, и осы бізде K-level'дан бағадан кірдік. Оны мен тоже каналға да жүрген болатын, группа обучение оқыған студенттер бар жерге. И осылай біз 1-ге 16 RR жасадық. Жалпы бүгінгі сделка бұл XIMD формациясымен қарағанда. Енді бүгінгі сделка разбор жасадым. Бағана айтқандай, мен сіздерге жылдықпен бір зат көрсетейінші. Сіздерге. Осы квартал бойынша. Қараңыздаршы, қазір мен айлық таймфреймге қойдым да. И мен қазір дәл осыны, яғни сіздерге жалпы логика, понимание болу үшін, яғни бұл сіздерге жай ғана просто так стратегия емес, бұл банктердің алгоритм деп айтамын ғой мен. Яғни кездейсоқ зат емес, бұл 90-дық теориясы. Қазір көздеріңіз жетеді. Жалпы біз ең үлкен циклдардан алған кезде, яғни жылдық циклдардың ең үлкен 4 жылдық циклдары бар. Яғни бізде каждый жыл бір кварталға болады сонда. Яғни ол бізде 2022-ден бастап бөлгенде 2022 және қазір 26-ға дейінгі январь. Қараңыздар, қазір мен 4 жылдық кварталда бөліп жатырмын. Қазір бізде жаңа квартал басталды 2026-дан 2030-ға дейін. жаңа квартал, бірінші кварталдамыз қазір бізде. 2026 аккумуляция квартал, немесе X болуы мүмкін. Енді қараңыздар, дәл осыны мен қазір жалпы евроның IP шыққан жерге дейін жасаймын, тартам. 90-дарға бөлемін бұл айтқан кезде. Бұл бізде 22-ден 26 жылға дейінгі уақыт. И бізде XIMD формациясы. Байқасаңыздар. X аккумуляция, манипуляция, лоуын тазартты и дальше кетті дистрибуция хайна. Тағы одан алдыңғы кварталды бөлейік. Ол бізде 2018-ден 2022-ге дейінгі 4 жылдық квартал. Жалпы рынок фракталды деп айтамыз ғой, яғни қайталанады. Енді үлкеннен бастап ең үлкеннен көрсетіп жатыр. Мен оның ішіне кіре берген сайын, как матрешка ойыншық сияқты, оның бір сценарий болады. Бұл жері қалай? Бұл жері дәл солай, XIMD формациясы. Q1 low және Q1 high. Бұл 2018-де, яғни бұл адамдар айтып қалды алдын оқушым тағы бір, яғни стратегия алгоритм ауысып отыра ма, немесе бұл 2 жылдан кейін жұмыс жасамай ма деген сияқты. Енді соған көздерін жеткізу үшін айтып жатырмын да. Енді бұл сол 2000 жылда жұмыс жасаған. Қазір көресіздер. Бұл бізде 2018 бен 2022 жылы 4 кварталға бөлік жылдық. Тоже Q1 loan алды, Q1 high'ға
Енді тағы бөлем. 2014-тен 2018-ге дейінгі квартал. Так, 2014-тен 2018-ге дейін. Бұл жерде не болған? Бұл жерде дәл солай. Бізде продолжение, аккумуляция, манипуляция тазартты и кетті дистрибуция жоғарыға. Ары қарай тағы кетейік. Бұл бізде уже 2010-нан 2014-ке дейінгі жыл. Қандай формация бұл жер? Бұл жер уже IMDX. Q1 high, және Q1 low. Екінші кварталда алған, байқасаңыздар. Және ең бірінші IP-ға шыққан жер бұл 2006 жылы шыққан евроның. Forex.com. Қараңыздар, енді бұл жерде бізде XAMD формациясы. X, аккумуляция, манипуляция и кетті. Енді айтып отқаным осы, яғни бұның бәрі кездейсоқ емес, бұл 2006 жылдан бері, яғни IP-ға шыққаннан бері жұмыс жасап келе жатқан кварталдар. И бұл жасайды да, и жасай береді бұл. Яғни логикасы бұның, айттым ғой, яғни банктердің уақытаралық қолданатын ликвидностьтары. Енді осылайынан қай ішкі таймфреймге кірсек те, бізде осы айтқандай екі сценарий және уақытаралық кварталдар. Бұл бізде 4 жылдық квартал болды қазіргі. Жалпы не айтқым келгенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Біразының может сұрағына жауап бердім деп ойлаймын. Енді жалпы бүгінгі негізгі жасайтын затымыз енді бэктест еді ғой. Объективті бэктест жасаймыз дедік. Соған оралайық сразу. Бір 2 аптаға ма, или 1 аптаға ма бэктест жасайық ситуацияға қарай. Айтқанымдай мен эфирде бэктест жасайтын болсам, сіздер айтасыздар деген. Яғни қай уақыттан бастап жасаймыз, любой уақытқа артқа қайтып, сол жерден бэктест жасайық. Айтыңыздаршы өздеріңіз. Мына уақытқа артқа қайт деп. Евро, доллар, британский доллар қандай валютная пара? Фунтты көрейік, фунт. Фунт. Қай уақыт? 2025 ноябрь айы болса қалай сіздерге? Пайызы жоқ, бірақ қазіргі ол уақытқа бару үшін 15 минут таймфрейм дейміз ғой енді. Артқа қайтарып, не істеу керек? Короче, 2000 былай айтайын, сентябрьден бастап қана артқа қайта аламыз. До конца артқа қайта беріңіз, сол уақыт қай жерден барады, сол жерден бастай беріңіз болмаса. До конца артқа қайтамыз, яғни коронаның суреті шыққанша. Так, ол бізде ноябрь айы екен. Ноябрь. Енді қараңыздар, біз қазір енді ноябрь айындамыз. Бұл 2025. Осы жерден бастап енді бір 2 аптаға ма бэктест жасаймыз. Қазір 15 минуттық таймфреймдеміз. Біз бірінші мен қайда барастың бағытын анықтап қойын. Целдерді. Лолар жаңарып, пока бізде баға аста құлап жатыр. Енді қараңыздар. Так, но бізде как раз уже понедельник күні екен. Уақытты ауыстырайық. Бізде жаңадан апта ашылды. Енді қараңыздар, жалпы бізде не болып жатыр, нарықтан бастап баға бізде құлап, мына лоуға дейін келді. Енді кварталарға бөлетін болсақ, біз қазір тек апталық кварталмен, күндік кварталмен жұмыс істейік, үлкен кварталарға кірмей. Бізде понедельник күні.
төртке бөлдім майндингтің. Енді қараңыздар, бір айта кететін зат бар. Бізде, яғни баға, қалай айтайын, лоулар жаңартқан сайын бізде, яғни ликвинстармен жұмыс жасайды, яғни ішкі және сыртқы ликвинстар болады. Ол бізде кварталдың іштерінде де болады. Яғни бізде яғни квартал бойынша біздің ликвинс ол бізде как Q1 болады ғой, бірінші квартал. Біздің бірінші кварталның Q1 high және Q1 low'ымыз ликвинс болса, оның ішінде тағы ликвинстарға бөлінеді, яғни. Қандай ликвинс ол бізде, яғни ішкі және сыртқы, яғни Q1-ның бізде. Былай жасайық, бірінші кварталды өткізіп жібереміз, яғни ол бізде таңғы уақыт. Бірінші кварталды өткіздім. Енді біз не қарай аламыз дәл осы моментте? Бізде так мына ликвинсмен жұмыс жасаған мына жер. Яғни жұма күні. Енді баға қазір бізде как X, то есть AMDX-ның формациясынан келіп тұр, қазіргі көрініспен. Бізде бұл жерде классикалыға бар екен. Ендігі бізде баратын цел жалпы лоу болып тұр. Енді баға біз қалай күте аламыз осы моментте? Біз қазір Q1 high жаңарғаннан кейін осылай шортқа жалпы мына ликвинс және лоуға сразу күте аламыз. Мынау жақын ликвинс, мынау бізде ликвинс болып тұрған осы жер бірінші. Енді қараңыздар. Бізде екінші квартал сразу ашылды. Екінші кварталда мен тағы 4-ке бөлетін болсам, біз уже қазір 90 минуттық циклға береміз, яғни 6 сағатта 4-ке бөліп тұрмыз уже. 6 сағат 4-ке бөлеміз. Енді біздің көретін сценарий қазір аккумуляцияны манипуляциялап и осы дистрибуция, осы ликвинстермен жұмыс жасау. Так, 5 минут таймфреймге өтейін. Не бар екен? Бізде K-level бар, тағы мына жерде жақын. Баға бізде мына ликвинс, если мына K-level жетпейтін болса, бізде екінші ликвинс бар, яғни подтверждениемен жұмыс жасағанда. Қазір осылай келіп, мынаны тесіп, сосын манипуляция осы 90-да болатын болса, осы K-level'дан қарауға болады. Егер баға қазір осы жерде былай болатын болса, біз осы K-level'дан қараймыз. QML. Так, енді өткізем, тағы көрейін бірінші кварталды өткізіп. Немесе подтверждениесімен кірсе болады. Делги. Опа. Так, бізде манипуляция уақытта ашылды. Так, 15 минутқа кірейін. Не болып жатыр бізде? Бізде осы уже K-level'дан реакциялап жатыр, яғни мына жоғары кетпейді қазір баға. Осы жерден уже баға шорт кетейін тұр манипуляциясы. Енді біз не істейміз? Тағы бұл жерден асықпай, кішкене тағы бір, если коррекция жасаса, уже яғни импульс бір жасаса, кішкене оның қайтуынан тағы K-level'дан қарап көреміз. Так. Бізде мына жерде K-level бар енді. Ол мен SBR осы K-level'дан мен көрім келіп тұр қазір. Осылайынан стоп и осы жерге қоям. 15 минутта бізде тен болып тұр пока. Осы жерден реакциялап жатыр ғой. Тейкіміз біздің бағын айтқандай лоу немесе мен бірақ мына ішкі ликвинстарға көрем. Мына жердегі шешілетін ликвинсқа дейін. Бірге 12-дер көрейік. Опа. Сразу реакция алып бізде. Причем шыннан ғой. Дәл осы жерге келген ғой. Баға. Сразу лимиткамызды алды біздің. Енді көрейік стаб сделканы. Так, кішкене реакция бергеннен кейін
буға қойып тастаймыз сделканы. Оппа. Қайтадан келді біздің кірген нүктемізге. Все, енді мен не істеймін, бұл момент мен уже сделканы без убыток қоямын. Және тегке дейін стак тұр екен, ликвидностьқа дейін. Кішкене жетпей қалды. Уже бізде 3-ші квартал ашылды. 3-ші кварталда 4-ке бөліп тағы бір подтверждение іздеп көрейікші. 4-ші квартал не істейді екен бізде. Оппа. Қараңыздар, 4-ші квартал ашылды. Бізде 4-ші квартал не жасап тұр бұл жерде? Біздің сделкамыз без убытокпен шықты мына жерде. Енді 0-мен шығып кеттік. И бірақ подтверждение тоже бізде қазір шортқа беріп тұр. Мына K-level'дан кетіп жатыр астыға. Классикалыға. Кішкене ерте тоқтатып қойдым. Мына жерден негізі тағы қарауға болатын еді, бірақ егер күніне бір сделка ашатын болсаңыз, бұл момент жібереміз, бірақ мен осы жерін ойлаймын, тағы баға былай кіруге болар еді. Если мына жерді жіберіп алған кезде осылай кіретінен хайға қоямын. И тейкім болады менің сол бағанағы осы ликвидностьқа дейін істеймін. Уже бізде әрер уже көбейтіп 1.27 әрер болады. Осылай кірдік деп ойлайық. Мынаны уже жіберіп алдық. Яғни бұл болды, бұл бізде бірінші сделкамыз. И барады бұл тейкқа. Все барады. Так, AMDX пока. AMDX болғанда уже бізде қарасаңыздар аккумуляция манипуляциялап уже сразу целден орындап тастады. Ол орындалғаннан кейін мына ликвидностьқа жетпей, мына жерлерді тазалап, баға қайтып 4-ші кварталға өткен кезде 2-ші кварталдың ішіндегі разворотный берді тенденция. Одан кейін 3-ші квартал ашылды. 3-ші кварталдан тағы подтверждение іздедік біз. И дальше уже өзіміздің K-level'дан кірдік ликвидностьқа дейін. 1.27 әрер ұстауға болады екен. Почти 28 десек те болады. Бүгінгі күн бұл понедельник. Осымен уже жетеді бір тейк. Ары қарай өткізіп жібере салайық. Бір бұл болса да мен уже өткізе салатын едім ары қарай, қызық емес деп. Көрейік енді басқа ары қарай не жасайды екен. Что-то баға жоғары көтеріліп кетті. Уже XAMD информация шығып кетті мына жерден. Бәрі қызық емес уже. Бұл күн келесі күнге ауыстырайық. Енді бұл бізде уже вторник күні, аптаның 2-ші күні. Не жасайды екен бұл күн? Не істейміз? Біз 4-ке бөлеміз. Бұл бізде 2-ші күн, вторник күні. Күнді 4-ке бөліп тұрмыз. Как всегда, 1-ші кварталды өткізіп жібереміз. Так, 1-ші квартал кетті. Что-то так лоу онлайн деп отырман да жерде. Лоуын тазартып қалған, наверное. Q1 high. Және Q1 low. Енді қараймыз. Бізде пока цель осы болып тұрған, лоу болып тұрған. Барғысы келіп тұрған жері. Ал күннің кварталдарын опсайық. Енді менің ойымша бұл жерде қазір енді баға, если лоуды алса, может XAMD жасайды. Мен шорт қарамай тұр бұл күнде. Енді лоуды бірінші шешетін болса, мен пока сделка қарамаймын. И осын хайын шешкен кезде осы 2-ші кварталдың. Осы жерде K-level'дардан, может мына жақтардан шорт қарап көремін мен. Если баға қазір осы жерден хайға кететін болса, мен хай шешілген күтіп, осы жерден осы 2 K-level бірінен шорт қараймын. Жалпы бүгінгі идеям осы күнге көрейік ал.
Бізде лоуын шешті. Жібере тұрам пока бұл моментті жіберем. Бір жағынан былай қарасақ, мына жердегі ликвид, яғни Q1-ның ішкі ликвидін тазартып тұр. AMDX формациясында алғанда. Бірақ маған бұл идеальный тұрған жоқ пока сделка. Өткізем, 3-ші кварталды қараймыз. 3-ші квартал енді мен былай қараймын, 3-ші кварталды қазір енді осы хайын шешкеннен кейін, может осы жерден қараймын мен сделка шортқа. Так, уже бізде целге жетті лоуға. Яғни бүгінгі күн AMDX болып тұр. Бізде ішкі ликвидностьпен ғана жұмыс жасап тұр енді. И кетті дальше бағая. Дальше шорт. Фома болмаймыз бұл жерден. Өткізе аламыз бұл моментті. Бұл күнді өткізе салады целом. Келесі күнге барайық. Аптаның 3-ші күніне. Яғни былай айтқан кезде күнді өткізіп үйреніңіздер. Яғни бет алып кірей беруге болмайды. Бізде уже среда күні, 3-ші күн. 3-ші күн 4-ке бөлдік. Енді біз не істейміз? Бірінші кварталды өткізіп жүреміз. Так, бұл жерде енді идеальный момент деп айта алмаймын. Баға мынандай құлағаннан кейін кішкене бір коррекциялайын деп тұрғым. Мына индикаторға дейін хотя бы. Осы ішкі ликвидқа дейін бір коррекция алып, ликвидность тазартса. Енді мен күтетін формация бұл жерде негізі XAMD-ға көбірек келеді, немесе AMDX-дің, бірақ лоуын тазартып, тағы осы бір лоуды тазартқаннан кейін мен уже осы ликвидностьқа дейін қарағым келіп тұр, лонг. Немесе қазір бәрібір де, бірақ қазір ешқандай мүмкіндік жоқ, яғни осын шешіп, сосын дәл шорт кететіндей. Ондай мүмкіндік көріп тұрған жоқпын. Сол үшін лонг қарау керек дәл осы ситуацияда. Айтқандай, лоуын тазартқаннан кейін барып, осы ликвидностьқа дейін сасап көрем. Идеям жалпы сондай бүгінге. Бізде пока хайлармен жұмыс. Мына просто қазір былай кетіп қалуы мүмкін, даже әшейін осылайша. Ликвидностьқа дейін. Ондай болатын болса, скип болады. Вот, енді XAMD келді. XAMD формациясына. Қалай ойлайсыздар? Мынау бізде аккумуляция, мынау именно дәл осы басылған бізде манипуляцияның уақыты 6 айым. Манипуляция ретінде аламыз, енді XAMD мен енді көруге болады. Бірақ мына жерден KVL кішкене проблема болып тұр. Баға осыдан кетіп бара жатыр уже. Q1 low және Q1 high. Енді күтетін момент, менде бір ғана вариант бар. Ол өзінің KVL-ынан қарайым. Басқа KVL жоқ мына жерде. Егер келсе баға классикалық V. Осыдан қарауға болады. Яғни ол кезде бізге получается XAMD формациясы керек. Лоуды алмайтындай. И баға есейді осылай келіп, көтеріліп, кішкене манипуляция кезінде лоуын алады. И осылайнан кетеді. Бізге мына ликвидқа дейін. Болды, бұл күндегі уже идея осылай. Көреген кішкене өткізейік. 390-ға дейін. Так, аккумуляция. Слишком жоғары көтеріп кетті. Но момент, вот келе жатыр енді. Вот енді лимитқа қоям осы моментте, әдемі. Жоқ, болмайды. Осы жерге лимит қоям. Так, стопты мен мына жердегі лоу қоя салдым. Осы лоуға қойдым. Және тейкім болады менің осы ликвидность болсын. Q1 high бірінші тейк. Бірінші тейкке Q1 high-ға бізге 1.13 әрер. Дальше ликвидность ол бізде 22 әрер ұстауға болады екен. Ал көрегенді осы моментті. Келмесе жібере саламыз. Skip.